Армысыз көрермен, эфирде ИФМ ТВ арнасында басты жаңалықтар. Дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтар легімен таныстыра өтейік. Вас приветствует информационная служба ИФМ ТВ. Здравствуйте. Прямо сейчас главные новости этого дня. Болашақта білім дұрпақ керек, ал білім кілті барлық нақты ғылымдардың негізін меңгеруде. Себебі математикалық білімі мықты, компьютерлік сауаттылығы жоғары, әрі логикалық ойлау қабілеті дамыған бала ғана ғылым мен техника тілін меңгере алады. В связи с этим в средней школе Бурыл Байзарского района с 17 по 28 января планируется проведение методического месяца по теме «Повышение качества знаний на основе индивидуально ориентированного и уровневого задания на уроке». Представляем вашему вниманию открытие методического месяца. Математика барлық ғылымдардың тұңғышы және оларға қажетті де пайдалы. Сондықтан бүкіл әлем математика тілімен бейнеленген. В математике есть красота, как в живописи и в поэзии. Математиканың қиындығына, күрделігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілік. Табиғат толы тылсым сыр, физика оны зерттейді. Болашақта жастарымыз техниканы ертейді. Елді өсіретінде, төмен сүретінде білім. Сондықтан қолда барды тиімді пайдалана білу сізбен біздің үлесімізде. Цифрлы Қазақстан болашаққа батыл қадам. Робот білім беру саласында, медицина, әскери ғылым техникалық саласында кеңінен тарауда. Робототехника заман талабы. Физика. Оның қиындығы сонда, ұстауға келмейтін қолға, көрінбейтін көзге торға.